Ғылыми тәжірибе теориядан алыстаған сайын Нобель сыйлығына жақындай түседі. Кім халқынан алмаса тәлім, оны үйрете алмас ешбір мұғалім. Басқаларды үйрете жүріп, біз өзіміз үйренеміз. Мен еш уақытта өз оқушыларыма еш нәрсе үйретпеймін. Тек қана олардың оқуы үшін жағдай жаратамын. Мұғалім ісі сырттай қарапайым болғанымен, тарихтағы ең ұлы істің бірі. Мектеп кеме, білім теңіз, барар жерге тез жетеміз. Адамды жөн білетін дана деп біл, істерін жалқау жанның шала деп біл. Құр жасы елулерге келсе дағы, білімсіз сондай жанды бала деп біл. Білім көп, өмір аз, керегіңді тасқа жаз. Халық үшін наннан соң ең маңыздысы мектеп. Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыт болады. Ғылым Алланың бір сипаты. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез. Нұрын, сырын көруге көкірегінде болсын көз. Дүниеде өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Көкірегі сезімді, көңілі ойлыға бәрі анық. Білім және ата-мұраны жақсы тәрбие менен безеу керек. Бір әріп үйреткенге 40 жыл сәлем бер. Ұстаз анаңдай ұлы. Ұстаз емес, өз шәкірті үшін күймесе. Шәкірт емес, өз ұстасын сүймесе. Ана мерімінен ұстаз мерімі егіз. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы. Маған жақсы мұғалім бәрінен де артық, өткені мұғалім мектептің жүрегі. Адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан болады. Мектепте оқу керек, ал мектептен шыққаннан кейін оннан да көбірек оқу керек. Білімнен жақсырақ қазына болмас, ол бір тасқын бұлақ суы сарқылмас. Мектеп құшағында білімге талпын, ертең азамат деп ардақтар халқың. Сен оқытқан әріптер дүние сырын дәріптер.